Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мәслихат депутаты Тұрабаев Мұрат, Аманат партиясының депутаты Сыдықов Болат және оның бірінші орынбасары Баймұратов Жібек деген Шиелі аудандық Аманат партиясының депутаттары, сосын мәслихат мекемесінің депутаты Тұрабаев Мұрат. Сіздерге айтатын, кеше мынау республика күні болды, 25 қазан күні. Сол кезде мынау инвалидтерге, мұқтаждарға неге сіздер бірігіп бір реттік көмек бермейсіздер? Неге брифинг жиналыс жасап, мынау мұқтаждарға, инвалидтерге көмек беріңдер деп жандай өтініш айтып, мынау жиналыс жасап, болмаса мынау ішкі саясат бөлім басшысы мешіттің имамын шақыртып, жандай көмек беріңіздер мына мұқтаж жандарға деп брифинг жиналыс жасамайсыздар. Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, мынау халық сайлаған екен. Енді халықтың үмітін неге ақтамайсыздар? Сонда бір кабинетте отырып алып, қағаз жазып, миықтарыңыздан күліп, мазақ қылып, барған адамға полиция шақырып, осындайға келдіңіздер ма сіздер? Тұрабаев Мұрат, Сыздық Болат деген кісілер. Баймұратова Жібек сізге айтатын. Не үшін келдіңіздер? Қымбатшылық жағадан қысып атқаны. Инвалидтердің ешқандай мұқтаждықтарына көңіл бөліп атқан жоқсыздар. Азаннан кешке дейін жиналыс, іс-шара, бір-бірлеріңізге орден сыйлау, алғыс хат сыйлау. Бізге не керегі бар оның? Бір тиын пайдаларыңыз болмаса, билікте отырмай-ақ та қойыңыздар, босатыңыздар орындарыңызды отырған. Анттарыңызды орындамайсыздар, уәделеріңізді орындамайсыздар. Құдайдың көшесін аралап, мына жерде не болып жатыр, не қойып жатыр? Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқсыздар. Алғыс хатпен, орден медальменен қолдарыңыз тимей жатыр. Көмек бересіздер ма, беріңіздер, бермейсіздер ма, сіздерді ешкім ұстап отқан жоқ, босатыңыздар орындарыңызды. Жұмыс істейтін адам керек бізге. Сіздер сияқты орден медаль, күнде марапат, күнде сый-сияпатты армандап отыратын адам керек жоқ бізге. Босатыңыздар орындарыңызды. Кандидатураға ұсынасыздар, қаншама бюллетенге қағаз кетеді, қаншама бояу кетеді, қаншама адамдардың еңбегі кетеді, алайда ешқандай ақтап атқан жоқсыздар. Осы мәселені сайлау комиссия төрағасының назарына ұсынам. Ешқандай мұқтаждарға, инвалидтерге ештеңе істеп атқан жоқ. Брифинг жиналыс жасап, көмек берек деген ешқандай ондай ойларына кіріп шықпайды. Осы мәселе бойынша тексеріп, комиссия құрып, заң аясында Тұрабаев Мұратқа, Баймұратова Жібек, сосын Сыздық Болат деген кісілерге заң аясында шара көруді сұраймын.